барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге ең креативті мұғалім Сая Шайн. Және де дәл қазір біз қазақ тілінде мультфильмдарды көре отырып, өте қызықты ағылшын үйренеміз. Бүгін менің ең сүйікті мультфильмім Шректі талдаймыз. Неге? Өйткені Шректе өте күрделі, ерекше тіркестер көп. Және де бір кішкентай ғана үзіндінің өзінен сіз жылда үйренбеген ақпаратты үйренетін боласыз. Және де деңгейіңіз бастапқы болса да, орта болса да, upper intermediate болса да, мына видео сізге сәйкес келеді. Видеоны бастамастан бұрын мені ең бірінші рет көріп отырғандар болса, қысқадан нұсқа таныстыра кетейін. Есімім Жансая, толық есімім, бірақ көбісі мені Сая Шайн деп атайды. Себебі менің Инстаграмдағы лақап атым Сая Шайн. Кстати, менде Инстаграм, TikTokқа тіркеліп алыңыздар, күніге өте ерекше ағылшын үйренетін боласыздар. Және де мен дәл қазір Италияда магистратурада оқимын, Римда тұрамын. Және де IELTS-ті 3 рет тапсырдым, және де соңғысынан жинаған балым 8-0. Қазақ тілді контентті қолдап, міндетті түрде комментарий, лайк жазып кетсеңіздер, хорошо? Мен міндетті түрде осындай пайдалы видеолармен көп бөлісетін боламын. Және де давайте келісіп алайық. Егер де Сая Шайн видеода болса, значит сіз өте көп пайдалы ақпарат аласыз, және де өте ерекше ақпараттар болады деп 100% сене берсеңіздер болады. Егер де менің түріммен видео шықса, міндетті түрде қараңыздар, өйткені осыншалықты пайдалы ақпараттардан құр қалмас үшін. Ал, көп сөзбай, сабаққа кірісейік. Талдауды бастамастан бұрын бірінші үзіндіні қарап алайық. Одан кейін сол үзіндідегі әрбір сөйлемді, идиома, тіркес барлығын бірге талдайтын боламыз. Ал, үзіндіге кірісейік. Face it, donkey, we're lost. We can't be lost. We followed the king's instructions exactly. What did he say? Head to the deepest, darkest part of the woods. Aye. Past the sinister trees with those scary-looking branches. Check. Yeah, and there's that bush that's shaped like Shirley Bassey. We passed that bush 3 times already. Hey, you were the one that said you didn't want to stop and get directions. Oh, great. My one chance to fix things up with Fiona's dad, and I end up lost in the woods with you! All right, you don't have to get all huffy with me. I'm only trying to help. I know. I'm sorry, all right? Hey, don't worry about it. I just really need to make things work with this guy. Yeah, sure. Now let's go bond with Daddy. Well, donkey. I know it was kind of a tender moment back there, but the purring? Man, what are you talking about? I ain't purring. Oh, sure. What's next? A hug? Hey, Shrek, donkeys don't purr. You think I am some kind of... Fear me, if you dare. Окей, бұл жері менің өте сүйікті жерім. Бұл Шрек екінші бөлім. Және де осы бір мысықпен танысатын жері. Оған қоса Шректі екінші частьта жаңағы король мен королева ұнатпай, әкесі әсіресе Фионаның әкесі король Шректен құтылу үшін бұл екеуін орманда адастырып жібереді. Дәл осы бір сәтте специально мысықты жалдайды ғой Шректі өлтіру үшін. Маған өте қатты ұнайды, себебі как раз таки данки ешектің ағылшыншасы өте күрделі. Оның сөйлеу стилистикасы өте қызық. Сол себепті специально ешектің көп сөйлейтін жерлерін алдым. Ал давайте көп сөзбай, алдымен бірінші сөйлемді бір талдап алайық. Face it, donkey, we're lost. Face it, donkey, we're lost. Алдымен давайте бір жаңа сөздерді қарастырып алайық. Жалпы face деген сөз барлығына таныс болып тұрған шығар, ол бет-әлпетті айтамыз. Бірақ ағылшын тілінде бір қызық бір прикол бар да, кез келген зат есімді етістік ретінде қолдануға болады. Face дегеніміз бет-әлпет, ал егерде бұны етістік ретінде қолданатын болсақ, бір нәрсемен бетпе-бет келу дегенді білдіреді. Кейде тіпті мойындау деп те қолданылады. Мысалы, face the truth. Шындықты мойында, шындыққа бетпе-бет қара дегенді білдіреді. Не болмаса, face it, you are late again. Мойындасай, сен тағы да кешіктің ғой дегенді білдіреді. Ал екінші частьта, we are lost. Жалпы lost дегеніміз өткен шақта айтылып тұр. Ал егерде бұл сөздің аудармасына келетін болсақ, lose бір нәрсені жоғалту дегенді білдіреді. Және де жолдан да жоғалу, жолдан адасу деген мағынада қолданылады. Көбінде егерде саяхатқа шығатын болсаңыздар, осы бір тіркес көп қажет болады. Мысалы, I am lost дейтін болсам, мен жоғалып кеттім, жолымнан адасып кеттім дегенді білдіреді. Сонда аударатын болсақ, face it, donkey, мойындаса ешек, екеуміз жоғалып. Ешек десең кішкене бір түрлі естіледі екен, но как есть, donkey, ешек дегенді білдіреді. We are lost, адасып кеттік қой біз екеуміз дегенді білдіреді. Окей, давайте, бұл жері түсінікті болды деп ойлаймын. Дальше кеттік. We can't be lost. We followed the king's instructions exactly. We can't be lost. We followed the king's instruction exactly.
қолданған грамматикасы да, жалпы сөйлеу стилистикасы да, акценті де өте ерекше. Мына бір жерде қызық бір грамматиканы талдап жібергім келіп тұр. Kings деген кезде байқасаңыздар, king жоғары жақтан үтір, апостроф және s әрпі жалғанған. Ол бізде қазақ тіліндегі ілік септігі. Ілік септігінде бізде ның, ның, дың, тың, тың, тың деген жалғаулар болса, ағылшын тілінде просто s әрпін жалғай саласыз. Сонда kings, корольдің дегенді білдіреді. Яғни сіз бір өмірде бірдеңкені жіктегіңіз келсе, осы s әрпін жалғасаңыз болады. Мысалы, Саяшайн's phone, Саяшайның телефоны. Не болмаса, the teacher's book, мұғалімнің кітабы. То есть, егер сіз біреуге бірдеңкені жіктейтін болсаңыз, осы бір жалғауды жалғайсыз. Ал мына жерде болса, king's instruction, инструкция, корольдің инструкциясы дегенді білдіреді. We can't be lost. Біз екеуміздің жоғалуымыз мүмкін емес. We followed. Жалпы follow дегеніміз бір нәрсенің артынан еру, не болмаса қандай да бір инструкция болсын, соны дәл орындау дегенді білдіреді. Мысалы, Instagramда followers деп айтамыз ғой. Неге? Себебі ол сенің артыңнан еретін адамдар дегенді білдіреді. Сонда біздің жоғалуымыз мүмкін емес. Біз корольдің инструкциясымен дәл орындадық дегенді білдіреді. Және де осы бір сәтте бір қызық бір инструкцияға, техникаға сіздердің назарларыңыз аударғым келіп тұр. Exactly. Exactly деген сөз негізі сөйлемнің соңында обычно қолданылмайды. Әдетте бұл сөз сөйлемнің ортасында тұру керек. Exactly дегеніміз дәл, точно дегенді білдіреді. Мысалы, we arrived exactly on time. Біз дәл уақытында келдік деген сөз. Байқасаңыздар, мен сөйлемнің ортасына қойдым. Бұл грамматикалық дұрыс форматында. Бірақ ешек бұны ең соңына қойған. Дәл осы арқылы прям точно соңында дұрыс жасадық қой деген бір акцентті жасап тұр да. Егер де соңына қарай қоятын болсаңыз, бұл кішкене күшейтпелі шырай болып тұр. Өте дұрыс жасадық. Мысалы, сізге мұғалім ұрсып жатыр да, неге сен сабаққа кешігесің, ла деп та. Сол кезде сіз былай айтсаңыз болады. I arrived on time exactly. Егер де exactly дегенді соңына қоятын болсаңыз, мен прям точно уақытында келдім дегенді білдіреді. Көбінде, кстати, бұл разговорда ғана қолданылады. Егер де сіз writingта қолданатын болсаңыз, обычно бұл сөйлемнің ортасында тұруы қажет. Окей, сіздерге түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Давайте дальше кеттік. What did he say? Head to the deepest, darkest part of the woods. Aye. What did he say? What did he say? Жалпы осы Данкидің акценті қызықты, барлығын қосып тез сөйлейді. Егер де сіз прям ағылшын тілінде осы мультфильмді қарасаңыз, басынан аяғына дейін. Именно Данкидің сөйлеу стилистикасы өте қиын. What did he say? деген жоқта. What did he say? Не айтты ол? Head to the deepest and darkest part of the woods. Дейді да Шрек. Енді бұл жаңағы корольдің инструкциясын қайталап жатыр ғой. Не деп айтты? Мынаны айтты деп. Да, дұрыс деп жалпы Шрек мұны мақұлдап жатыр. Сонда, head to the deepest. Head дегеніміз адамның басын айтамыз. Бағана айтқанымдай, кез келген зат есімді етістік ретінде ағылшын тілінде қолдана беруге болады. Head бас, және де бір жерге қарай бас салып жүру. Аттану деген мағынада қолданылады. Мысалы, we headed to the cinema after dinner. Біз киноға қарай бас тарттық, жол тарттық, кешкі астан кейін. Обязательно бұны өзіңіздің спикингіңізде, жалпы өмірде өте көп қолдануға тырысыңыз. Жалпы head дегеніміз қарапайым сөз болса да, бұны етістік ретінде қолданатын болсаңыз, басқалардан бірден ерекшеленесіз. Себебі обычно барлығы go дегенді қолданып жатады. Go дегенге қарағанда head, конечно, өте ерекше. The deepest, darkest деген секілді бұл жерде күшейтпелі шырайды қолданылып тұр. Егер де біз ағылшын тілінде бірдеңкені күшейтетін болсақ, ең мықты, ең бірдеңке деген секілді, біз ең дегенді қоссақ, ал ағылшын тілінде the деген артикльмен соңында est деген жалғауды жалғайды. Сонда the deepest, deep дегеніміз терең, ең терең, dark қараңғы, the darkest ең қараңғы дегенді білдіреді. Мысалы, the deepest ocean, ең терең мұхит, the darkest night, ең қараңғы түн деген секілді. Өзіңіздің спикингіңізді тоже ерекшелейді. Және де дәл бір осы бір сәтте woods деген сөзді бір қызық қылып қолданған. Жалпы wood дегеніміз ағаш дегенді білдіреді. Бірақ оған s әрпін жалғай отырып, орман деген мағынада қолданылып тұр.
Жалпы woods деп қазіргі таңда орман деп қолданбайды. Орман дегеніміз forest, бұл жаңа ағылшын бойынша. Бірақ енді Шрек орта ғасырдағы көрініс болғандықтан woods деп қолданылып тұр. Себебі орта ғасырда орманды woods деп атайтын болған, яғни ағаштар көп болса, ол орманды құрайды, иә? Сол себепті. Сонда толық аударатын болсақ, what do you say? Ол не айтты? Орманның ең терең, ең қараңғы жеріне бас тартыңдар деді. Және де Шректің жауап бергені I дегеніміз орта ғасырдағы yes дегеннің бір түрі болып табылады. Негізі орта ғасырда yes дегенге қарағанда I дегені көбірек қолданылатын болған, себебі I дегеніміз более формалды түрі болып есептелінеді. Мысалы, бұрынғы кезде әскерде болсын, король-королева бірдеңкеде бұйрық берген кезде yes sir емес, I sir деп жауап беретін болған. Себебі I дегеніміз более формалды, вежливый түрі болып есептелінеді. Окей, осы жері бір түсінікті болды деп ойлаймын. Дальше кеттік. Негізі бұндай пайдалы ақпараттар әрине жақсы, бірақ жүйелі түрде методика болмайынша еркін сөйлеп кетулеріңізге өте ұзақ уақыт керек болады. Егер де интенсивні ағылшын тілінде еркін сөйлеуді үйренгілеріңіз келсе, маған курсқа келсеңіздер болады. Өте тиімді бағада. Егер деңгейіңіз pre-intermediate болса, upper intermediate-қа 2 айда жетесіз. Егер де бастапқы болса, қабылдауыңызға қарай енді көреміз. Атак орта есеппен 3 айдың көлемінде upper intermediate-қа жететін боласыз. Тіпті алғашқы 3 күнде нәтиже көрсетемін. Егер де алғашқы 3 күнде дым нәтиже болмаса, 100% возвратты жасай аласыз. Барлығы договор бойынша заңды болады. Сол себепте ешқандай риск жоқ, қорықпаңыздар. Және де 3-ші пакет intermediate, яғни орта деңгейлерге арналады. IELTS-қа дайындалу арманыңыз болса, шетелге оқуға түсу, жұмыс жасау, онда IELTS-қа дайындалсаңыз болады. 2 айдың көлемінде толық дайындап шығатын боламын. Жалпы мынау мультфильмдармен, фильмдармен үйрену сабақтарым бұл менің обычный, как бонус ретінде беретін простой уроктарым. Негізі курста да бұндай сабақтарды мен бонус ретінде беремін. Ал енді ойлаңызшы, курста қандай мықты ақпараттар, тіпті күніге 100 сөз жаттатқыздыратын боламын, ерекше методикамен. Енді ойлаңызшы, күніге 100 сөз жаттайтын болсаңыз, әрине интенсивді деңгейіңіз өсетін болады. Жалпы осылай қатаң дисциплинамен толық үйреніп шыға аласыздар. Толық ақпарат үшін Инстаграмдағы мына тұрған WhatsApp-қа өтсеңіздер, толық ақпаратты менеджер сіздерге жеке беретін болады. Тіпті алғашқы тегін сабаққа да қатыссаңыз. Past the sinister trees with those scary looking branches. Check. Past the sinister trees with those scary looking branches. Check. Деп жауап береді Шрек. Давайте алдымен жаңа сөздерді бір қарастырып алайық, одан кейін сөйлемді толық аударамыз. The sinister trees. Жалпы tree дегеніміз ағаш, sinister дегеніміз қорқынышты, жаман, күңірейіп тұрған деген мағынаны білдіреді. Бірақ бұның шығу тегіне келетін болсақ, өте ерекше. Бұл жалпы грек тілінен енген сөз болып табылады. Егер де грек тілінен аударатын болсақ, сол жақ бөлік дегенді білдіреді. Себебі бұрынғы кезде адамның болсын жалпы кез келген сол жақ бөлігі өте жаман болып есептелінетін болған. Тіпті ағылшындықтар үшін емес, бізде қазақ тілінде де айтып жатамыз ғой, оң жағыңда періште болады, сол жағыңда шайтан деген секілді, не болмаса аяқ киімді оң аяқтан бастап ки. Тіпті мен мамам үйге кіргізетін болса, оң аяқпен кір деп айтып жатады. Себебі бізде оң жақ стороны бір жақсы нәрсе болып көрінеді. Ал сол жақ стороны біз кішкене жаман деп сипаттаймыз, иә? Дәл солай ағылшындықтарда сондай түсінік болатын болған. Сондай бір наным, сенім ғой, егер де былай айтатын болса. Тіпті еще sin деген сөз де бар ғой. Sin дегеніміз ол күнә деген сөз, sinner, күнәһар. Жалпы осындай тереңінен түсінген бір жақсы жері сөздерді. Егер де сіз сөздің переводын білмей тұрған күннің өзінде де примерно аудара аласыз. Енді sin деген сөзі бар, қандай да бір жаңа сөзді көрсеңіз, сіз уже түсініп тұрасыз да, бұл кішкене жағымсыз бір переводы бар екендігін, примерно бір негативті аудармалы сөз екенін түсініп тұрасыз. Сол себепті кейде сөздің түпкі мағынасын түсіну өте маңызды. Сонда, the sinister trees дегеніміз қорқынышты ағаштар дегенді білдіреді. Кейде тіпті мысалы the sinister plan деп те айтуға болады. Кейде болады ғой, бір адамды алдау үшін бір план құралса, оны өлтіру үшін план құралса, енді жаман мағынада жасалынып жатқан план болғандықтан соны sinister plan деп те айтуға болады. Дәл осы бір сәтте қызық бір сын есімді байқап тұрмын. Scary looking. Бұл өте күрделі advanced деңгейдің сын есімі болып табылады, себебі бұл екі сөздің қосындысынан құралған. Сонда scary дегеніміз қорқынышты, scary looking да қорқынышты болып көрінетін. Яғни, егер де сіз енді күрделі сын есім жасағыңыз келсе, мына scary дегеннің орнына басқа сөздерді қоя беретін болсаңыз, сіз уже күрделі сын есім жасай бересіз. Мысалы, a nice looking guy. Өте
сымбатты бір жігіт, жақсы болып көрініп тұратын жігіт, иә. То есть мынаяқтағы сын есімді ауыстыра отырып, сіз уже күрделі сын есімдерді құрастыра бересіз, да? Не болмаса a weird looking cat, біртүрлі болып көрінетін мысық. Не болмаса scary looking clown, өте қорқынышты болып көрінетін клоун деген секілді. То есть сіз дәл осылай күрделі сын есімді advanced деңгейінде жасап тұра бересіз. Ал егер де branch деген сөзге келетін болсақ, ол бұтақ дегенді білдіреді. Тіпті кейде бұны офиста айтатын болсақ, қандай да бір бөлімді branch деп атайды. Мысалы, финанс бөлімі, маркетинг бөлімі деп бөлеміз ғой. Егер де бұлай логикаға салатын болсақ, бұл ағаштың бұтағы да, ол ағаштың бір кішігірім бөлшектері ғой. Ал егер де бизнесқа да келетін болсақ, маркетинг бөлімі, бухгалтерия бөлімі деп біз тоже ол бизнестің қандай да бір бөліктері болғандықтан branch деген сөзді қолданып жатады, тіпті бизнес терминологиясында. Және де осы бір сәтте қызық бір сипаттама қолданылған past. Жалпы past дегеніміз бізде грамматикада өтеміз, past simple деп та, өткен шақ. Жалпы өтіп кету деген мағынада кейде сөйлемде қолдануға болады. Мысалы, walk past the store and turn left. Бұлай қарай жүрді, дүкеннен асып өтіп, да, асып өту, және де солға бұрыл дегенді білдіреді. Обычно біз көбінде біз белгілі бір жолды сілтемелейтін болсақ, осы past дегенді қолдансаңыздар, прям өте ерекше болады. Сонда, past the sinister trees, қорқынышты ағаштардан өтіп кеттік. With those scary looking branches, оның еще онда қорқынышты бұтақтары бар қорқынышты ағаштардан да өттік деп айтып жатыр. Енді жаңа король осындай список берген ғой, осындай жолмен жүресің деп. Сонда Шрек жауап береді check, да, дұрыс дегенді білдіреді. Осы бір сәтте бірдеңкені айтамын деп кетіппін. Байқасаңыздар, негізі бұл енді разговорны болғандықтан кейбір моменттерде кішкене қателіктер болуы мүмкін грамматикадан. Егер де past деген сөзді етістік ретінде қолданбаймыз. Ол дегеніміз просто бағыт бағдарды көрсетеді, асып өту деген секілді. Негізі грамматикалық дұрыс қылып айтатын болсақ, go past the sinister trees. Яғни осыдан өту. Обязательно past'ты просто етістік ретінде қолданылмаймыз. Ол бізде бағыт бағдар береді. Сол жақ, оң жақ деген секілді. Ал егер де бұны дұрыс қылып қолдану үшін обязательно етістігі болуы қажет. Мысалы, walk past the store, да? Мына дүкеннен асып өт. Go past the sinister trees. Надан қорқынышты ағаштардан асып өт дегенді білдіреді. То есть past дегеніміз бұл жерде етістік емес, хорошо? Ал енді donkeyға олай айтуға болады, себебі ол разговорный да. Ал егер де сіз writing болсын, IELTS секілді бір күрделі экзамендерде болсаңыз, грамматикалық дұрыс сөйлеуге тырысыңыз. Окей, бұл жер түсінікті болды деп ойлаймын. Дальше кеттік. Yeah, and there's that bush that's shaped like Shirley Bassey. Yeah, and there is that bush shaped like Shirley Bassey. Дәл осы бір сәтте маған donkeyдің қолданылған грамматикасы өте қатынады. There is, there are дегеніміз өте қарапайым, миллион рет өткен грамматика болса да, жалпы негізі күрделі спикингтерде өте жақсы қолданылуға болады. There is, there are дегеніміз бір жерде бірдеңке бар дегенді білдіреді. Мысалы, there is a laptop on the table. Мына үстелдің үстінде ноутбук бар. То есть бір жерде бірдеңке бар деген кезде біз there is, there are деген грамматиканы қолданамыз. Не только зат, мысалы, there is a problem. Мына жерде бізде проблема бар дегенді білдіреді. Не болмаса, there is my phone. Мына жерде менің телефоным бар. То есть бір жерде бірдеңке бар деп айтқыңыз келе ме? Все, осы самый простой грамматиканы қолданамыз. There is дегеніміз жекеше түрде, бір ғана штук зат болса, there are көпше түрде болса. Сонда there is that bush. Bush дегеніміз жалпы бір жиналып тұратын ағаштар болады, көшеде, куст дейді ғой. Соны bush деп атайды. Және де осы bush деген сөз маған өте қатты ұнайды. Негізі бұны сын есім ретінде де прям өте ерекше етіп қолдануға болады да. Bushy деп. Bushy мысалы, bushy eyebrows. Андай қалың нелер болады, қастар болады ғой. Сондай нәрсені айтуға болады, даже сақал деген секілді бір заттарды негізі bushy деп сипаттай берсеңіздер болады. Қалың деген сөз. Shape it like. Жалпы shape дегеніміз форма дегенді білдіреді. Мысалы, Ed Sheeranның өлеңі shape of you деген. Сенің формаларың дегенді білдіреді. Shape форма. Сонда shape it like. Жалпы бұны өзіңіздің спикингізде тоже қолданыңыз. Осылай болып формаланған деген сөз. Мысалы, a cloud shaped like heart. Жүрек пішіндес, да, жүрек пішіндес бұлт. Не болмаса, a cookie shaped like a star. Жұлдыздың пішініндегі печеньки. Бұл негізі қарапайым болып көрінгенмен өте-өте күрделі. Если спикингта қолданатын болсаңыз, сіздің IELTS-та, например, балыңыз өте жоғары болады. Енді аудармасына келетін болсақ, мына жерде жаңағы ағаш тұр, формасы Shirley Basseyға ұқсап тұр деп. Shirley Bassey дегеніміз Америкада орта ғасырда өте атақты болған, орта ғасыр болғанда 1900 жылдар ғой. Соның басында өте атақты болған әнші болған, как Мерлин Монро сияқты. Дауысы керемет болған ғой, в общем. Негізі осы жер негізі өте күлкілі болу керек, себебі
біз енді Шерли Басси деген танымағандықтан бізге нормально болып тұр ғой. Достар, потом мен талдау барысында өте ұзақ талдаймын, әр сөзге тоқталамын, пример келтіремін, чтобы сіздер осы бір сабақтан кейін реально осы айтылған ақпаратты өмірде қолдануларыңыз үшін. Поэтому дәптер, ручка аламыз да жазамыз, хорошо? Если реально осыларды қолданатын болсаңыздар, сіздің спикингіңіз осы сабақтан кейін белгілі бір деңгейге өсіп, уже сіз күшті сипаттай алатын дәрежеде боласыз. Поэтому ой, бұл ютубтағы сабақ қой деп қарамаңыз, бұнда информация өте көп. Окей, дальше кеттік. We passed that bush 3 times already. We passed that bush 3 times already деп Шрек ашуланып жатыр. Pass. Жалпы pass дегеніміз бірдеңкеден өту дегенді білдіреді. Экзаменнен өту, не болмаса бір жолдан өту деген секілді. Мысалы, pass the exam. Экзаменді тапсыру, экзаменді өту. We passed the store. Дүкеннен өту, да? То есть, егер де бірдеңкеден өту дейтін болсақ, pass деген етістікті қолданамыз. 3 times. 3 рет, да? 4 times. 4 рет. 5 times, 5 рет деп кете бересіз ғой. Times дегенді жалғасаңыз, осыншама рет дегенді білдіреді. Мысалы, I've watched this movie 3 times. Мен мына бір фильмді уже 3 рет көріп тастадым. Мына бір ағаштан біз уже 3 рет өттік қой дегенді білдіреді. Енді екеуі адасып жүр ғой қазір орманда. Кстати, бір осы бір жерде бір қызық нәрсені айтқым келді да. Already дегеніміз уже дегенді білдіреді. Уже осыны істеп қойдың да. Бірақ already деген сөз біз past simple мен никак қолданбаймыз. Байқасаңыздар, Шрек та жерде past деп уже просто past simple'ды айтып жатыр ғой. Иди жалғауын жалғап. На самом деле already деп айтатын болсақ, біз строго present perfect пен сөйлеу керекпіз. Мысалы, I have already eaten, she is already left деген секілді біз present perfect пен айтамыз. Уже осыны істеп қойды. Біз қазақ тілінде айтамыз қойдым деп. Осыны істеп қойдым, тамақ ішіп қойдым деген кезде present perfect болу керек. Have, has етістіктің үшінші формасы. Бірақ Шрек негізі грамматикалық қате сөйлеп тұр, но разговорны да олай сөйлеп беруге болады. Бірақ сіз өзіңіздің спикингіңізде уже мен тамақты ішіп қойдым, уже үйді жинап қойдым, уже мына бір жерден 3 рет өтіп қойдым деп айтқыңыз келсе, строго present perfect'ті қолданамыз. Have, has етістіктің үшінші формасы. Түсінікті болды деп ойлаймын. Дальше кеттік. Hey, you were the one that said you didn't want to stop and get directions. Hey, you were the one who said that you didn't want to stop for directions. Вау, мына жерде қызық негізі разговорлар қолданылған. Прям дайын тіркестер сіз өзіңіздің спикингіңізде бірден қолданып кетіңіз. You were the one. Сен сол емессің бе дегенді білдіреді. Мысалы, you were the one who broke it. Сен сол емессің ба сындырған? Сындырған сен емессің ба дегенді білдіреді. Тот кто деген сөз ғой, орысша айтатын болсақ. Сонда мына жерде you were the who said, you were the one who said. Сен сол емессің ба? Осыны айтқан сен емессің ба дегенді білдіреді. Wanna деп біз көбінде разговорында қолданамыз. Want to дегенді білдіреді. I wanna go home. Мен үйге қайтқым келеді. Want to, I want to go home деп бөліп отқаннан гөрі I wanna go home. То есть біз қосып айтатын болсақ, более American болып естілеміз. Жалпы мына жерде дайын бір қызық тіркес қолданылған. Stop for directions. Жалпы бұл жолдың, саяхаттың терминологиясы болып табылады. Stop for direction дегеніміз тоқтап, жол сұрау дегенді білдіреді. Прям дәл осы переводпен қолданылатын дайын тіркес. Мысалы, we stopped for directions. Біз жол сұрау үшін тоқтадық дегенді білдіреді. Сонда енді сөйлемді толық аударатын болсақ, сен емессің ба айтқан жолды сұрауға тоқтағысы келмеген сол сен ғой, мен емес деп айтып жатыр. Окей, дальше кеттік. Oh, great. My one chance to fix things up with Fiona's dad, and I end up lost in the woods with you! Oh, great. My one chance to fix things up with Fiona's dad, and I end up lost in the woods with you. Енді Шрек максимально ашуланып жатыр. Oh, great. О, конечно, күшті болды, мықты болды дегенді біледі. Енді бұл жерде интонацияға қарай кішкене жаман мағынада. My one chance, менің жалғыз бір шансым. Fix things up. Осы бір етістікті міндетті түрде жазып аламыз. Жалпы fix things up дегенді біз қарым-қатынасты дұрыстау деген кезде қолданамыз. Дәл бір отношенияға байланысты. Мысалы, I am trying to fix things up between us. Мен екеуміздің арамыздағы отношенияны, екеуміздің арамыздағы қарым-қатынасты дұрыстағым келеді. Және де тағы да бір қызық фразалық етістік қолданған end up. Жалпы end дегеніміз бірдеңкенің соңы. End up дейтін болса, осылай болып аяқталды дегенді білдіреді. Мысалы, we ended up staying in Paris. Біз соңында Парижда қалдық дегенді білдіреді. Соңында осылай болып қалды деп айтқыңыз келсе, end up дегенмен қолдансаңыз болады. Сонда,
О, да, конечно, күшті. Менің бір соңғы шансым еді. Менің бір ғана шансым бар еді осы Фионаның папасымен қарым-қатынасты дұрыстауға, бірақ соңында мен осы орманның ішінде сенімен осы адасып қалып қалдым дейді. Не үшін ашуланып жатыр? Потому что Данки айтқан ғой, мен саған жол табуға көмектесем деп. Сөйтіп екеуі енді адасып жүр. Кстати, осы бір жерде бір қызық бір прикол бар. Обязательно негізі ағылшын тілінде грамматиканың маңыздылығын түсіндіргім келеді да. Мына жерде байқасаңыздар Шрек end up деген кезде present simple'ды қолданған. Present simple'ды біз постоянно қайталанатын іс-әрекеттерді айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, күніге азанда, жетіде тұрамын, күніге мектепке барамын, I go to school, да, всегда мектепке барамын, да, қайта-қайта ол қайталанып жатқан іс-әрекет. Және де Шрек байқасаңыз, I end up lost in the woods with you деп айтып жатыр. Постоянно осы Данки сенімен бірге жүрсем, постоянно бірдеңке болады да жүреді деген мағынада айтып жатыр. То есть бұл өткен шақта айтып тұрған жоқта I ended up, мен осылай болып қалды деп бір-ақ рет болған ситуация емес. Наоборот, постоянно сенімен жүрсем, бір бәлеге душар боламын деп айтқысы келіп тұр. Сол себепті ағылшын тілінде грамматиканың мағынасын түсіну өте маңызды. Окей, дальше кеттік. All right, you don't have to get all huffy with me. I'm only trying to help. All right, you don't have to get all huffy. I'm only trying to help. All right, жарайды деп жатыр. You don't have to get all huffy. Жалпы бұл жерде бір қызық конструкция бергім келіп тұр. Don't have to. Бұл міндетті емессің дегенді білдіреді. Мысалы, you don't have to watch. Сен көруге міндетті емессің. You don't have to come. Келуге міндетті емессің. Прям дайын тіркес ретінде қолданыңыз. Кейде ағылшын тілінде осындай дайын тіркестердің арқасында спикингіңізді тез көтеруге болады. Поэтому don't have to деп прям дайын қылып жаттап алыңыз, хорошо? Міндетті емессің деген сөз. Хаффи дегеніміз ашулану, раздражаться ету деген мағынаны білдіреді. Және де осы бір сәтте қызық бір грамматиканы қолданған. Get huffy. Жалпы get дегеннен кейін қандай да бір сын есімді қолдана беретін болсаңыз, соған қарай айналу деген сөз. Get huffy, ашулануға айналу, да? Не болмаса get tired, шаршап кету. Get scared, да? Қорқып кету. То есть егерде бірдеңке болып кету деп айтқыңыз келсе, сын есіммен, да? Get деген етістікті қолдансаңыз болады. All right, you don't have to get all huffy. Сен бұлай ашуланып кетуге міндетті емессің, жарайды деп жатыр. I'm only trying to help. Мен саған тек көмектескім келіп тұр ғой дегенді білдіреді. Кстати, осы бір жерде де грамматикамен қызық бір техниканы қолданған. I am trying. Бұл бізде present continuous. Дәл қазіргі болып жатқан сәтті сипаттаған кезде қолданамыз. I am teaching. Да, мен қазір сіздерді оқытып жатырмын. Ал Данки болса, I am trying, мен көмектесуге тырысып жатырмын дәл қазір деген мағынаны білдіреді. Окей, бұл жер түсінікті болды деген ойдамын. Дальше кеттік. I know. I'm sorry, all right? Hey, don't worry about it. I know. I'm sorry, all right? Да, мен білем, кешірші, хорошо дегенді білдіреді. Hey, don't worry about it. Да, уайымдама, ештеңе етпейді дегенді білдіреді. Бұл жер енді қарапайым болды деп ойлаймын. Давайте. Дальше кет. Кстати, don't worry about it дегенді өзіңіздің спикингіңізде достарыңыздың арасында қолдануға тырысыңыз. Да, ештеңе етпейді, дым емес дегенді білдіреді. I just really need to make things work with this guy. I just really need to make things work with this guy. Жалпы Шректің сөйлеу манерасы өте қызық бар ғой. Need to дегеніміз бір қызық бір етістік бар. Бірдеңкені қатты қалау, бірдеңкеге нуждаться ету дегенді білдіреді. Бірақ Шрек просто need to емес, just really деген сөзді қолданды. Маған өте қазір осы қажет болып тұр деген сөз. Мысалы, I need to go. Маған кету керек, кету қажет. Ал егерде I just really need to go деп айтатын болсақ, маған өте кету қажет дегенді білдіреді. То есть бұл жерде just really деген бір ғана сөз арқылы өте қатты деп бір күшейтпелі шырайға айналдырып тұр. Өте қажет деген сөз. Make things work дегеніміз тоже күшті жоғарғы деңгейдің разговорный осындай тіркес болып табылады. Make things work қандай да бір отношенияны, белгілі бір ситуацияны дұрыстау дегенді білдіреді. We are trying to make things work. Біз барлығын дұрыстауға тырысып жатырмыз. Кез келген нәрсені дұрыстау деп айтқыңыз келсе, make things work дегенді қолданыңыз. Guy деп біз негізі қандай да бір парень, да, қандай да бір жігіт деген мағынаны білдіреді. Мына бір жігітпен арамыздың ситуацияны реттеу керек болып тұр, маған өте қатты деп айтып жатыр ғой. Бірақ енді Guy деп біз корольді айта алмаймыз ғой. Бұл енді корольді Фионаның әкесін айтып тұр ғой. Сол себепті осы бір сәтті өте күлкілі болып қалған. Окей, дальше кеттік. Yeah, sure. Now let's go bond with daddy. Yeah, sure. Now, let's go bond with daddy. Өте күлкілі болып қалған. Окей, ерекше сөз қолданылған. To bond with someone. Біреумен
қарым-қатынасты күшейту дегенді білдіреді. Жалпы bond деп біз бұны медицинада қолданылып жатады. Екі сүйектің бірігетін жері бар ғой. Мысалы, шынтақпен мына жерде бірігіп тұрған жерді bond деп атайды. Екі сүйектің осылай бірігетін жерін. Ал егер де біз бұны күнделікті өмірде отношенияда қолданатын болсақ, қандай да бір байланыс дегенді білдіреді. Сонда to bond with someone дегенге біреуді қоямыз. Қарым-қатынасты, осындай байланысты дұрыстау деген сөз. Мысалы, it's hard to bond with him. Онымен қарым-қатынасты, контактты дұрыстау өте-өте қиын дегенді білдіреді. Сонда Данкидің айтқысы келгені, әрине, ал енді кеттік, let's go да, ал енді кеттік. Daddy мен қарым-қатынасты дұрыстайық дейді. Жалпы бұл жерде daddy деген сөз бұл жерде күлкілі болып тұр. Негізі ағылшынша форматта көрген кезде осы жерінде негізі барлығы күлу керек болған. Себебі daddy дегеніміз өте бұл жерде қолданатын сөз болып тұрған жоқ. Енді бұл корольді айтқысы келіп тұр ғой. Папочкамен давай онда отношенияны қарым-қатынасты дұрыстап жіберейік деген сөз. Daddy деп көбінде қызы өзінің әкесіне еркелету мағынасында ғана қолданылмаса, бұндай контекстта қолданылуы кішкене күлкілі болып қалған. Окей, дальше кеттік. Well done here. I know it was kind of a tender moment back there, but the purring? Осы бір сәті маған күлкілі болып көрінеді. Well, donkey. No, ешек. I know, it was kind of tender moment back there, but the purring? Давайте бірінші жаңа сөздерді қарап алайық. Kind of. Жалпы мен жақсы көретін сөзім, мен күнделікті өмірде өте көп қолданамын. Типа дегенді білдіреді. Kind of, не знаю, kind of cup. Типа кружка дегенді білдіреді. Кез келген моментте қолдана береміз. Tender. Жалпы tender дегеніміз қандай да бір жұмсақ нәрсені сипаттаған кезде трогательный дейді ғой. Көңілшек бір моменттер болады ғой. Сондай моменттерді сипаттаған кезде қолдануға болады. Еще біз бұны тамақ терминдарында тоже қолданамыз. Tender деп еттің ана жұмсақ моменттерін айтады. Қара кесек ет дейміз ғой, жұмсақ жері, ет сүйегі жоқ. Андай тауықтың филесі, балықтың филесі сүйегінен ажыраған жұмсақ бөлігін tender деп атайды. Тіпті KFC-да да бар ғой, tenders деген. Tenders дегеніміз сүйексіз еттің бөлшектері. Яғни жұмсақ жері деген сөз. Back there. Back there дегеніміз негізі күнделікті өмірде тоже көп қолданылатын нәрсе. Жаңа ғана прям только что дегенді білдіреді. Мысалы, what happened back there? Жаңа ғана не болды дегенді білдіреді. Білемін, жаңа ғана бізде типа бір сондай жұмсақ бір момент болды дегенді білдіреді. But the purring? Жалпы purring дегеніміз мысықтың пырылдағаны дегенді білдіреді. Жаңа байқасаңыздар, мына жерде пырылдаған бір дыбыс шығып жатыр ғой. Жалпы ағылшын тілінде опять-таки бір приколдар бар да, бір дыбысқа қарап жаңа сөзді шығара салады. Мысықты егерде байқасаңыздар, пыр ұйықтап жатқанда болсын, жалпы қасыңызда жүрген кезде пыр деген дыбыс шығады. Содан бір шыққан жаңа сөз purring. Purring дегеніміз пырылдау деген сөз. Сонда енді толық сөйлемді аударатын болсақ, ну, ешек. Білем, бізде жаңа типа бір сондай жұмсақ бір момент болды жаңа ғана. Бірақ пырылдаған нес деп жатыр. Енді ол мысықты көріп тұрған жоқ қой, ешек пырылдап жатыр деп ойлап отыр. Окей, дальше кеттік. What are you talking about? I ain't purring. What are you talking about? I ain't purring. Сөйлегенде өте қызық. Не айтып жатсың, не деп қуатсың дегенді біледі. What are you talking about? Егер де бір адам алдыңызда тұрған адам бір абсурд бірдеңе айтып кетеді ғой. Сол кезде осыны айтсаңыз болады. What are you talking about? Не айтып отырсың? Не деп қуатсың дегенді білдіреді. Ain't. Жалпы ain't дегенді өте жақсы көремін, себебі музыкаларда, интервьюда барлығында қолданады, себебі өте удобный. Негізі I am not, have not, do not дегенді орнына ain't дегенді қолдана берсеңіздер болады. Бұл жалпы тек қана разговорныйда. Бір жақсы жері have-ті қойсам бекен, do-ды қойсам бекен, am ба қайсы деп ойланып отпай, просто ain't дей салсаңыз, по-любому дұрыс болады. I ain't talking, мен сөйлеп атқан жоқпын. I ain't, не знаю, drinking, мен су ішіп атқан жоқпын дегенді білдіреді. I am not, do not, have not, қайсы деп отқаннан гөрі осыны қолдана салсаңыз болады разговорныйда. Бейонсаның, кстати, ain't деген сөз қолданылған бір атақты өлеңі бар ғой. Ain't your mama, мен сенің мамаң емеспін деген. I ain't gonna be cooking all day, I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't gonna be cooking all day, ain't your mama.
Мен саған күніге бір күн бойы тамақ істеп отпаймын өйткені мен сенің мамаң емеспін. I ain't going to your laundry. I ain't your mama. Мен сенің кіріңді жуып отырмаймын өйткені мен сенің мамаң емеспін дегенді білдіреді. Ну егер де өлеңнің переводын аударатын болсақ. Окей, дальше кеттік. Oh, sure. What's next? A hug? Hey, Shrek. Oh, sure. What's next? A hug? Да, конечно. What's next? Келесі не? A hug? Құшақтасамыз ба дегенді білдіреді. Жалпы hug дегеніміз құшақтасу дегенді білдіреді. Негізі бұл сөз сіздерге таныс болу керек. Помните, памперс бар ғой? Huggies деген. Huggies дегеніміз құшақтар, ананың құшағындай дегенді білдіреді. Окей, дальше кеттік. Hey, Shrek, donkeys don't purr. You think I am some kind of... Shrek, donkeys don't purr. Shrek, там ешектер өйтіп пырылдамайды дейді. What do you think I am? Some kind of a деп сөйлемін аяқтай алмай қалды. Сен мені кім деп жүрсің дегенді білдіреді. What do you think I am? Сен мені кім деп ойлайсың деген сөз. Мысалы, what do you think I am? Stupid? Сен мені кім деп ойлағың келіп жүр? Ақымақ деген келіп тұр ма дегенді білдіреді. То есть бұл жерде кез келген сөз қоя отырып түрлендіре берсеңіз болады. Some kind of a қандай да бір деп жалғастыра алмай қалды. Мысалы, some kind of a monster? Сен мені кім деп ойлайсың? Қандай да бір монстрмын ба, құбыжықпын ба дегенді білдіреді. Енді мына жақта аяқталмай тұр. Атак сөйлемді осылай аударатын болсақ, Шрек, ешектер пырылдамайды. Сен мені кім деп айтқың келіп тұр? Қандай да бір деп қалды, и дальше уже мысықтың шығу сценасы. Давайте кеттік. Fear me if you dare. Fear me if you dare. Жалпы осы бір мультикта екінші частта мысықтың сөйлеу стилистикасы театральный болып тұрады да, өте қызық сонысымен. Fear дегеніміз қандай да бір қорқыныш. Мысалы, don't fear failure. Сәтсіздіктен қорықпа деген сөз. Байқасаңыздар, мысық fear me деп сразу етістіктен басады сөйлемді. Бұл дегеніміз бұйрықты рай дегенді білдіреді. Бұйрық беріп тұр да, менен қорық деп тұр. Fear me, менен қорық. If you dare. Dare дегеніміз дәтің жетсе деген мағынаны білдіреді. Мысалы, how dare you деп айтсаңыз болады. Қалай ғана дәтің барды деген сөз. Окей, сіздерге жалпы түсінікті, өте қызықты болды деген ойдамын. Давайте енді видеоны қайтадан бір қарап шығайық. Енді сізге уже 100% барлығы түсінікті болуы қажет. Face it, donkey, we're lost. We can't be lost. We followed the king's instructions exactly. What did he say? Head to the deepest, darkest part of the woods. Aye. Past the sinister trees with those scary-looking branches. Check. Yeah, and there's that bush that's shaped like Shirley Bassey. We passed that bush 3 times already. Hey, you were the one that said you didn't want to stop and get directions. Oh, great. My one chance to fix things up with Fiona's dad, and I end up lost in the woods with you! All right, you don't have to get all huffy with me. I'm only trying to help. I know! I'm sorry, all right? Hey, don't worry about it. I just really need to make things work with this guy. Yeah, sure. Now let's go bond with Daddy. Well, donkey. I know it was kind of a tender moment back there, but the purring? Man, what are you talking about? I ain't purring. Oh, sure. What's next? A hug? Hey, Shrek, donkeys don't purr. You think I am some kind of... Fear me if you dare. Вау! Негізі өте ерекше болған секілді. Жаңа көп нәрсе үйрендіңіздер деген сенімдемін. Сіздерге Саяшайн мен сабақ өте қатты ұнады деген сенімдемін. Дәл осындай өте ерекше видеолар әлі көп болады. Егер де ұсыныстарыңыз болса, қандай мультфильмді талдағанды қаласаңыздар, міндетті түрде комментарийде жазып қалдырыңыздар. Мен үшін сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Ал келесі сабақта көріскенше.